Баршаңызға сәлем достар, дертке ем арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мына дәрумендерді тым ауыратқанда қабылдаңыз міндетті түрде. Көктем қыс айларында тұмау көптеген адамдар ауырып қалады. Біз жай ғана қараймыз, сол жай өткінші ауру деп, негізінде дұрыстап мән беретін аурудың бір түрі. Оны емдеу үшін дәрігерлердің бәрі дәрі жазып береді. Ол ауруға тап болмау үшін сіз алдын ала иммунитетіңізді мықты қылуыңыз керек. Мен сізге сол туралы ақпарат айтатын боламын. Иммунитеттері әлсіз жандар көбіне аурушаң келеді дейді дәрігерлер. Аурудың алдын алу үшін ағзаға қажетті дәрумендерді қабылдау керек сіздерге. Мен сіздерге қандай дәрумендер жататынын және тұмау ауыратқан кезде қандай дәрумендер қажет екенін, сол дәрумендер қандай тағамдарда болатынын толық ақпарат беретін боламын. Соңына дейін көріңіздер. С дәрумені аталмыш дәрумендермен ағзаны барлық жағынан қорғауға септігін тигізеді. Атап айтар болсақ, С дәрумені ағзаны нығайтып, қабынуға және аллергияға қарсы әсер береді. Алайда С дәруменін ағзаға жасап шығара алмайды. Оны тек жеміс-жидектерден, көкөністер мен аскөктен, ет пен сүттен, сүзбе, қырыққабақ секілді азық-түліктерден ала аламыз. Сол себепті де тамақтану рационы осы азықтарды қосқан дұрыс. Бәріміз білетін D3 дәрумені вирустың зақымданған жасушаларын ауруынан айықтырып, қалпына келтіретін кереметтей қасиетке ие дәрумендердің бірі. D3 дәруменін көпшілік білетіндей күн сәулесінен және де тағамдардан алуға болады. Ол үшін күнінде 30 минуттай жүруге тура келеді. Сондай-ақ D3 дәрумені майлы балықта, сары май және жұмыртқаның сары уызында, ірімшікте бар екен. Келесі дәруменіміз В1 дәрумені. Адам өмірінің қалыпты өтуіне көмектесетін В тобының дәрумендері бар. Бұл дәрумен қан жасушаларының зақымдануына жол бермейді. В1 дәруменін көбіне дәнді дақылдардан, бауыр мен жүректен таба аласыз. Келесі дәруменіміз В6 дәрумені. Бұл дәрумендердің де пайдасы ұшан-теңіз. Жалпы пайдасы жоқ дәрумен болмайды. Сондықтан да дәрігер сізге қай дәруменді қабылдауға кеңес берсе, сол дәруменді міндетті түрде қабылдауыңыз керек. В6 дәруменін күріш, жаңғақ, сәбіз, картоп пен саумалық, қызанақ, қырыққабат, лимон және құлпынайдан табасыз. Бұл дәрумен вирусқа қарсы тұруға септігін тигізетін, антидене құруға, адамға қажетті ақуыздардың түзілуіне атсалысатынын ұмытпаңыз. В12 дәрумені. Басқа дәрумендер секілді В12 дәруменінің де пайдасы өте көп. Әсіресе бұл дәрумен ағзаның вирусқа қарсы тұруына көмектесетін, иммунитетті күшейтуге көбірек атсалысатынын айта кетейік. Оны балықтан, еттен, жүрек пен бауырдан, бүйректен, теңіз және сүт өнімдерінен таба аласыз. Келесі дәрумен А дәрумені. Тыныс жолындағы сілекейлі қабытты инфекциядан қорғауға атсалысады. Сонымен қатар антидене құруға қатысып, ағзаның қабынуға қарсы әсерін күшейте түседі. А дәруменінің қайнар көзі теңіз балықтарының бауыры мен сиыр бауыры, икра, сары май, жұмыртқаның сары уызында болады. Сіздерге ескерту: дәруменді қабылдамас бұрын міндетті түрде дәрігердің кеңесін алуымыз керек. Қазіргі кезде көптеген адамдар өзінің организміне қажетті дәруменді ішіп, денсаулығын нығайтады. Кейбір адамда С дәрумені болмаса, келесі адамда В дәрумені болуы мүмкін. Сондықтан барлық адамға бір дәрумен қажет деген түсінік болмайды. Сондықтан дәрігерден кеңесіп, қаныңызға анализ тапсырып,
толықтай қанның құрамында қандай дәрумен жетіспейтінін анықтап, сол кезде барып дәруменді қабылдау керек. Дәруменді дозадан артық қабылдасаңыздар, олар сіздерге кері әсерін беретін болады. Сондықтан әр нәрсенің өзінің шегі болады. Сондықтан соның көлеміне қарай, қажетіне қарай қолдану үшін дәрігерден кеңес алыңыздар, міндетті түрде, достар. Сіздерге Д3 дәруменін тағы да ескертейін. Вирустан зақымданған жасушалардың ауруын айықтырып, қалыпқа келтіретін кереметтей қасиетке дәрумен. Д3 көптеген фирмаларда, аптекаларда, әртүрлі фирмалардан табуға болады. Бірақ міндетті түрде сіз дәрігердің кеңесін алып, Д3 сізге қажет пе, қажет емес пе, күн сәулесі бар кезде оның дозасы төмендейді. Мысалы, ал сіз барып, керек емес жерде Д3-ді қабылдап, өз еркіңізбен өзіңізге ем жасауға болмайды. Сол үшін де анализ тапсырып, қыста қанша доза ашу керек, жазда қанша доза ашу керек. Д3 сүйекті қатайтуға, сіздердің тістеріңізді, денедегі сүйектерді, жасушаларды жаңартуға өте, кішкентай сәбилердің денсаулығына өте қажетті дәрумен. Сондықтан денсаулықтарыңызға міндетті түрде ұқыпты мұқият қараңыздар. Ауырмайтын жол іздеңіздер. Өздігіңізден өзіңізге ем жасауға болмайды. Сондықтан дәрігердің кеңесі дегеніміз, ол сіздерге нұсқаулық береді. Дәрігер де құдай емес, ол да адам. Сондықтан сізге анализ тапсыруға міндетті түрде кеңес береді. Анализден өтіп, сол кезде ғана сіздің қажетті дәруменіңізді біліп, сол кезде ғана қабылдауға болады. Мен сіздерге әртүрлі С дәруменін айттым. С дәрумені адам ағзасында өздігінен түзелмейді. Соған мән беріңіздер. Ол тек қана көкөністер мен жемістерде. Қандай көкөніс екенін айттым сізде. Ас көктен, еттен, сүттен, кәдімгі сүзбеден, 40 қабат секілді азық-түліктерден аласыздар. Сондықтан сондай тағамдарды көбірек жеңіздер. С дәрумені ағзаңыздың барлық жағынан көмектеседі. Даже бетіңіздің ағаруы, әжімге қарсы. Сондықтан сіздің жеп жатқан тамағыңызға байланысты, достар. С дәруменін сіздерге толық ақпарат бердім. Д3-ді білесіздер. В1, В6, В12, А дәрумендері туралы сіздерге айттым. Толығырақ басынан бастап тыңдасаңыздар болады. Мен сіздерге жалпылама тілмен, қазақ тілмен түсіндіріп жатырмын. Сондықтан міндетті түрде қабылдаңыздар, ауырмаңыздар, сау болыңыздар.